осы бір март айында ма Аэлитамен үйлендіңдер, Инстаграмнан білдік оны барлығын? Иә, негізінде түсіндіріп кетейін, ең басынан түсіндіріп кетейін. Біз 2 жыл бұрын танысқанбыз. 2 жыл бұрын таныстық, біз турда таныстық. Содан кейін ең біріншіден шынымды айтайын. Негізінде бірден көрген кезде, уже сөйлескен кезде мен білдім, Аэлита менің әйелім болатын. Осы 4-ші сезонда Аэлита эфирге барды емес па? Сөйлесіп жүрдік. Содан кейін айттым, проектке барғым келмей ме деп. Бір опыт ретінде. Кішігірім бір айта өтсең, тәтті шай қалай болды, ата-анамен таныстыру қалай болды? Біле білсеңіздер, некені қасиетті Мекке қаласында қидық. Быстро болды да бізде өзіміз. Екеуің де эфирде болған адамсыңдар бұрын соңды. Эфир жақтан бір ұсыныс түскен жоқ па? Тойды бізде жасасаңдар қалай болады деген сияқты. Негізінде мен сөйлескен болатын жайлы. Иә деп айтқан сияқты болды, немесе жоқ деп айтқан сияқты болды. Білмеймін, ответсіз қалды негізінде. Всем сәлем, Не әңгіме YouTube жобасының тұрақты көрермендері. Көпшіліктің сұрауы бойынша шақырылған бүгін біздің спикеріміз Ақпан Ағылан. Қош келдің Ақпан. Қош көрдік. Қалай жағдай? Жақсы. Жақсы. Жалпы қазіргі жағдайың қалай? Енді эфирден кейін біраз уақыт болды, сен өзің көрінбедің экран арқылы. Қазір Аллаға шүкір жақсы бәрі. Жұмыстан жүріп жатыр, оң қоса үйлендік. Құтты болсын айтпақшы, ол сұраққа қазір тағы да ораламыз. Үйленіп жатырық. Енді өмірім айтсам болады, 180 градусқа өзгерді десем болады. Бұрынғы Ағылан жоқ десем болады. Жақсы. Қазір үйлену туралы сұрақтарым бар. Бірінші сұрақ мынандай. Осы күнге дейін жасаған еңбектерің, жасаған тірліктерің, осы деңгейге жеткенге дейін саған біреу қаржы жағынан болсын, болмаса бір басқа жағынан көмектескен аға көкелерің болды ма? Ондай болған жоқ. Мен түсініп тұрмын дейшін айтып тұрғанды. Өйткені мен 5 жыл бұрын компания аштым. Ақпан Travel деп, өзің де білесің. Бірге отырған кезде мен сол кезде айтып жүретін өзім компания ашам деп, және туристический агентство, шетелге шығам, жұмысқа жіберем деп. Сонымен компанияны аштым. Мысалға қазір 5 жылы кетіп баратыр. И уже определенный уровеньға жеттім десем болады. Бірақ ондай бір поддержка, аға деген ондай ештеңке болған жоқ. Ол таза өзінің еңбегімен табылған табыс десем болады. Және ол бизнесті өзін с нуля көтерген. Жақсы. Бұл сұрақты енді білесің ғой, неге қойып отқанымды. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын қатысушылардың бір спонсоры бар, бір адам бар деген сияқты мен адамдарды естігем. Бір жыл бұрын ғой. 1 жыл бұрын, иә? 1 жыл бұрын дейік, иә. Өйткені оңға дейін компаниям болды. Ол адамдар біледі, шетелге бірге шығатынбыз, шетелге жұмысқа апаратынмын, ол ішкі туризм болсын, Көлсай қайынды, Чаринский каньон, ол көлге апаратында. То есть уже менде компания болатын. Сол жаңа қатысушылардың айтып жүрген спонсор адамы саған көмектесті ма? Көмектескен жоқ. То есть ол кісі бізді жұмысқа алды, кәдімгі окладқа. Жұмысқа алды, жұмыста істедік. Сен және де бірнеше қатысушылар? Иә, бір определенный уровеньде жұмыс істедік. И менің ойымша бір опыт алдық деп айтсам болады. Мысалы, сен кім болып жұмыс істедің ол жерде? Ой, әртүрлі жұмыс істедік. Маған бір көмекші ретінде ма сонда? Көмекші ретінде де ең басында біз жаңағы компанияның с нуля бір проект болды. Сол проектте относительно сол жақта жүрдік. Сол проектті құру үшін жүрдік. Ал қазір ол жақта жұмыс істеп жүрген қатысушылар бар ма? Сен өзің жұмыс істеп жатсың ба? Қазір өзім жұмыс істеп жүрген жоқпын. Қатысушыларды білмеймін. Мүмкін істеп жүрген шығар, мүмкін істеп жүрген жоқ шығар. Бірақ маған бұл бір жақсы опыт болды десем болады. Өмірде, өйткені әр адам өмірде опытпен келеді деп ойлаймын. Мына кісімен танысқанда да маған бір опыт болды деп ойлаймын. Именно масштабно жұмыс істеуге и маған мотивация болды деп айтылған. Ол адам, нақты айтсақ, ешқандай қатысушыға просто так ақша берген жоқ. Әлде ондайлар болды ма? Ол жағын мен білмеймін. Жақсы. Бағана құттықтадым, құтты болсын тағы да, қондырған құсың. Осы бір март айында ма Аэлитамен үйлендіңдер? Инстаграмнан білдік оны барлығын? Негізінде түсіндіріп кетейін, ең басынан түсіндіріп кетейін. Біз 2 жыл бұрын танысқанбыз. 2 жыл бұрын таныстық, біз турда таныстық. Содан кейін ең біріншіден шынымды айтайын.
негізінде бірден көрген кезде, уже сөйлескен кезде мен білдім, Айлита менің әйелім болатын. Іштей сездім, бұл жерде сездім. Содан кейін дос ретінде сөйлесіп жүрдік. Сөйлесіп жүрдік. Содан кейін айттым, неге проектке барғың келмей ма деп. Проектке барғың келмей ма деп, сол жақта мүмкін енді білмеймін, бір опыт ретінде деген сияқты. Вот. Сен ол кезде проект демедің или қалай? Мен проектте болған жоқпын. Ол кезде мен басқа жұмыстармен жүрмін. Екеуіңде проектте болған жоқсың? Екеумізде проектте болған жоқпын. Аха. Қанша уақыт жүргеннен кейін барып үйлендіңдер? Біз сол енді барлығына қызық деп ойлаймын. Иә, біз соңғы осы бір жазда басталды деп ойлаймын. Жазда басталды. Ал бірақ осы 4-ші сезонда Айлита эфирге барды емес па? Ол содан кейін болды. Негізі дос ретінде біз сөйлесіп жүрдік. Ал енді біз қыз ұл ретінде біз уже сол эфирдан кейін ба? Жұмыс жүре бастадық. Жақсы. Бірақ негізі Айлита екеуің бір эфирде отырмағасың ба никогда, иә? Эфирде отырмадық. Вообще отырмадық. Просто бір уақыт болды, мен қонақ болып кеткен кезде. Ағыланға тілеймін, енді президент бол, бұйыртса, үлкен жетістіктерге жет, я осы Қосылайық ұжымы, мен білем, саған көптеген возможностьтар берді. Енді ары қаратай өзіңді одан да жақсы бір сатыларға жеткізесің деген үміттемін. Біз әрқашан қолдаймыз. Сіз енді министрлікті қойып президент болам деп жүрсіз бе? Менің білуімше туризм министрі болғысы келеді. Әлде ел басқарам дейсіз бе, қалай? Жоқ, енді әр адамның ойы білмеймін, масштабный болу керек деп ойлаймын. Сол кезде біріміз көрген болатынбыз. Эфирдің сыртында? Иә, жоқ, эфирде көрсеңіздер, сол кезде сұрақ қойған болатын. Асхат қойды сұрақ, жаңағынде министр боласың деп цель қойып едің ғой деген сияқты, соған келе жатсың ба деген сияқты. Мен бұйырса болам дедім. Сол кезде Айлита тұрады да, президент бол деп. Маған одан сайын мотивация беріп жүреді. Негізінде айта кетейін, Айлита танысқан кезде жүрегі өте кең, өте мейірімді. Ол білесіздер, өзінің школасы бар, жаңағы балалармен, особенно балалармен жұмыс істейді. Сол кезде мен таң қалдым, ана бір балалармен жұмыс істеген кезде, көрген кезде кәдімгідей бір не керек, ішінде бір стержень керек, чтобы сондай балалармен жұмыс істеу үшін. И сол жағынады маған, өте мейірімді, жүрегі өте кең. Және әр қашанда маған поддержка жүреді. Біз қанша дос болдық, бір проблема бола ма, бірінші мен Айлитаға звондаймын. И сөйтіп уже жүріп, даже бүйтіп айтсам да болады. Ең поддержка берген Айлита. Бірде-бір маған адам етіп поддержка бермеген. Өмірінде сөйтіп айтсам болады. Ол не емес, материальный емес, ол тек қандай морально мотивация. Айтады ғой, әр ер адамның артында мықты әйел тұрады деген сияқты. Сондай таптым. Мен негізі былай түсіндіріп кетейін, ер адам, ойлаймын, ол менің понятиямда, ол ракета деп айтады. Ракета, ал ракета ұшу үшін оған топливо керек. Топливоны беретін ол әйел адам. Сонда топливомен ұшатын болсам, онда космос, әлем мынандай уровеньдерге жете берсе болады. Жақсы. Енді жаңағы үйлендіңдер, үйлену барысын кішігірім бір айта өтсең, тәтті шай қалай болды, ата-анамен таныстыру қалай болды, қалың мал бердің ба, той қалай болды деген сияқты? Бізде үлкен той әлі болған жоқ. Бұйырса болады, ол шет мемлекетте болады. Әрқашанда армандап айтып жүретінмін. Бірақ ең бірінші ол қызық болды негізінде. Айттым ғой, өмірім 180 градусқа ауысты деп. Біз біле білсеңіздер, некені қасиетті Мекке қаласында қидық. Оны ойлаймын, ол Алланың қалауымен. Меккеге барудың, умраға барудың да ол Алланың қалауымен келеді, өзі шақырады деп ойлаймын. Біз сондай құрметке ие болдық деп ойлаймын, неке қиған кезде. Өзіміз түсінбей қалдық. Шынымен де қалай сол жаққа барып, быстро болды да бізде өмірімізде. Барған кезде уже кәдімгідей бір бәрін ұмытып кеттік.
өмірде там материально болсын да басқа заттарды духовно көтерілдік десек болады. И сол жерде біз неке қиғандықтан бізде қатты не байланыс болды. Ол өйткені Алла тағаланың үйінде неке қиып тұрсын. Ол үлкен ответственность деп ойлаймын. Ол бірінші неке қидық. Неке қиғаннан кейін біз март айында бізде қыз ұзату болды. Қыз ұзату болды. Енді мен қатты традицияны білмеймін шынымды айтсам. Оны көбінесе әке-шешеміз айналысты онымен. Айлита мамасы, менің мамам деген сияқты. Тәтті шай болды, бәрі болды. Бәрі ойдағыдай өтті. Жақсы. Сол ата-анамен таныстыру барысында бір қызықты бір оқиға болды ма? Сен қобалжитын бір Айлитаның ата-анасын көрген кезде бір қобалжып, бірдеңе шатасып қалғаның болмаса бір сондай бір нәрселер айтып өтсең. Енді қобалжу болған жоқ. Мен бірден айттым, 12 декабрь күні үйлермен танысамын деп, таныстырамын деп. Енді Айлита қатты қобалжыды, бірақ бәрі ойдағыдай өтті. Үйдегілерге ұнады, бірден қызы ретінде қабылдады, уже әке, мама деп айтатын болды сол кезден бастап. Мен де уже әке-шешемен танысқан кезде уже как родной ретінде сөйлестік. Тем более көбісі айтады, біздің әкем ұқсайды, мамамызға ұқсайды деп қарап тұрсаңыздар, фотода көбісі айтады ұқсайды деп. Даже Айлитаны да бірімізге ұқсатады. Енді қызық дегенде, как обычно өтті, таныстық, бәрі жақсы. Қазір енді тойға дайындалып жатсыңдар ма? Иә, бұйырса тойға дайындалып жатырмыз. Ол июньнің соңына болады бұйырса. Бір айдан кейін бұйырса. Бұйырсын, мен сені енді 5 жылдан бері танимын примерно. Қалауымда бұрында бірге қатысқанбыз, енді халық білетін шығар. Сол кезде отырған кезде айтқан едім да, мен өз-өзіме уәде бердім, 1 жылдан кейін миллионер болам деген сөзім бар. Егер мен сол видеоны тауып алсам, мына жерге қосам. Өзіме бір сөз бердім, фан страницама сақталсыншы. Бұл не деген ұсыныс болды? Өз-өзіме фан страницам сақталсын, осы эфир сақталсыншы, 1,5 жылдан кейін мен миллионер болам. Алла бұйырса. Сол 1 жылдан кейін бе, әлде 5 жылдан кейін бе миллионер болдың ба? 1 жылдан кейін емес, 3 жылдан кейін. Енді мен өзім әрқашанда өзіме вызов лақтырғанды жақсы көремін. Және іспен дәлелдегенді жақсы көремін. Айттым ба, оны істеуім керекпін. Ол ер адамның қасиеті деп ойлаймын. Сондықтан ол уровеньға жеттім мен, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен. Енді алдыда тағы да қойған мақсаттарым бар. Көбісі айтады, сенбейді, да? Егер де өзіңе сенсең, жүректе сенім болатын болса, онда бірінші Алла, соңмен өзіңе сенетін болсаң, сені ешкім тоқтата алмайды. Жақында үй алдыңдар, осы 1-2 күн бұрын қоныс тойларын тойладыңдар. 1 майда осы үй алдық, Аллаға шүкір. Қанша қаражат кетті? Оны обязательно айтам. Енді көрермендерге қызық деп ойлаймын. Жоқ, ол район енді меніңше более элиталы район. И соответственно сол суммаға байланысты қалды. Қанша бөлмелі? 2 бөлмелі. Суммасы? Керек па? Шамамен қанша миллион? 83 миллион. 2 бөлмелі пәтер. Жақсы. Ақпан Travel компаниясын аштым деп жаңа айтып отырсың ғой. Оны білеміз барлығымыз. Сол кезде бір турмен, адамдарды қыдыртумен айналысатын едің. Мен қазір осы сұхбаттың алдында дайындалған кезде сенің страницаңа кіріп қарап шықтым. Қазір адамдарды жұмысқа жіберумен айналысып жатсың, иә? Неге бағыты кішкене өзгерді? Бағыт негізінде өзгерген жоқ. Ең басында компания ашқан кезде оны как холдинг ретінде істегім келген. Сол мақсатқа келе жатырмын қазір. Ол бірінші шетелге адамдар жіберу, Ақпан Travel, потом ішкі туризммен айналысу. Ол направление уже қойылған. Ендігі направление бізде жұмысқа жіберу. Ол Турция болсын, Англия болсын, Европа болсын и Америка, да? Қазір Америкаға жіберіп жатырмыз. Ол екінші направление. Үшінші бізде виза. Виза алып береміз. Ол Шенген виза болсын, әр мемлекетке алып береміз. Төртінші бізде ол жаңағы умра хадж. Умрамен қажылыққа жіберетін боламыз. Алла берсе, ол 1 айдан кейін уже қажылықпен және кіші қажылыққа жіберетін боламыз. Сонда ол как холдинг ретінде, мысалға бір компаниялар бір направлениемен жұмыс жасайды, мысалға туризммен жасайды. Холдингтер әртүрлі направление. То есть бүкіл направлениені қазір алып келе жатырмын.
и барлық не болатындай, направление болатындай, адамдарға удобно болатындай. Мысалы мен клиент келетін болса, мен жаңағы умраға барғым келеді дейді. Алтын жұмысқа барғым келеді. Соның ішінде болады бәрі, мысалға қарап тұрсаңыз. Содан кейін бұйырса ендігі направление бізді соңғы алды, ол оқуға жіберетін боламыз, шетелге адамдарды. Сонда полный уже как холдинг ретінде болады, Ахман холдинг ретінде жасайтын боламыз. Қазір қанша адамды жұмысқа жібердің примерно? Өте көп негізінде. Біз Турцияға жібердік, ең басында содан бастадық. Айтпайын ба Турцияға қалай жібергенімді? Айта бер. Негізінде мен карантинде жатқан кезде бізде карантинде направление жауып қалды. 2019 жылы. 2019-да барлық направление жауып қалды, туризм жауып тастады. Содан кейін мен іздене бастадым. Сөйтіп ізденіп ұйықтап қалам. Таңертең түс көрем. Түсімде бір үлкен бір башына көтерілем да, алдымнан қыз күтіп алады да, жүріңіз дейді да, бір бастыққа апарып жатыр, сөйтіп келе жатырмын. Сөйтіп алдына барам, сол ана бастық айтады маған, жұмысшылар қайда дейді. Мен түсініп тұрмын шетел екенін. Сол кезде сразу оянамын да, Google-да ашамын да, работа за рубежом деп жазамын. Сөйтіп жазамын да, направлениялардың бәрін іздей бастадым, бірінші Турция шықты. Ертеңгісін билет алдым, тіл білмеймін, түрік тілін білмеймін, ағылшын тілін білмеймін. Бардым да, Анталияға ұшып кеттім. Анталияға бардым да, Google Maps'ты аштым, там именно по трудоустройству. И 4 компаниядан 4 компанияға каждыйына кіріп шықтым. Сөйтіп сөйлесіп, уже договорға отырып алдым. Договорға отырдым да, сөйтіп қайтып кеттім. А уже где-то уже жарты жылдан кейін адамдар жинай бастадым. Бірінші опыт менде сондай болды. Сіздің Қазақстаннан жұмысшылар жіберіп отырдың ба? Я Қазақстаннан бірінші Турцияға жібердім жұмысқа, потом Европаға жібердік. Одан кейін біз қазір Англияға жіберіп жатырмыз, енді біз Америкаға жіберіп жатырмыз. Енді көп адамдардың арманы, көбісі енді ақш-қа барғысы келеді, сояға жұмыс істегісі келеді. Сендер енді виза алып беремін деп айтатсыңдар ғой. Мысалы, бір адамға виза алып беру құны қанша теңге тұрады? Сендердің компанияларында? Құны бізде қалай айтсам болады. $2000 ма или қанша? 1 миллион 200 десе болады. $3000, иә? Иә. Жалпы өзіңнің айлық табысың қанша бір айда? Бір айлық табысым Инстаграмнан келетіні бар, мысалы, Ақтап Тревелдан келетіні бар. Қараңыз, Инстаграм енді біз қатты жүргізбеймін мен. Инстаграм тек ол жаңағы өзім жұмысымды саламын, а былай реклама, онда ештеңке алмаймын. Иә, мен көріп шықтым сенің страницаңа, тек қана Ақтап Тревел видеолары тұр екен. Иә, сол тек сондай мен айналысамын. Өзімнің компаниямды ғана көтеріп алып келемін, болды. Басқа айлық табыс. Айлық табыс енді кезінде айттым ғой мен 3-4 миллион деп, есінде ма? Енді одан қазір көп, Аллаға шүкір. Мен түсінгенім бойынша сен ата-анаңнан бөлек тұрасың, келіншегіңмен. Отбасылық өмір қалай болып жатыр? Отбасылық өмір керемет. Әке-шешем қарсы емес, бөлек тұрғанымызда. Өйткені білет олар кісілер, біздің жұмысымыз Алматыда, Алматы қаласында. Әке-шешем қаланың шетінде тұрады. Қаланың шетінде болғандықтан біз тез, бізге уақыт. Уақыт қазір таңда білесіз, уақыт тез өтеді. Иә. Сондықтан бізге уақыт өте маңызды. Сондықтан біз мысалға офисімізде бір 5 минуттық жерде тұр. Үйіміздің офисінің арасы сондай. Сондықтан біз уақытты үнемдейміз, өйткені бізге алға қойған мақсаттар өте көп. Соның бәрін іске асыруымыз керекпіз. Енді үйлену той туралы бір сұрақ қоя салайын. Екеуің де эфирде болған адамсыңдар бұрын соңды. Эфир жақтан бір ұсыныс түскен жоқ па? Тойды бізде жасасаңдар қалай болады деген сияқты. Негізінде мен сөйлескен болатын бұл жайлы. Бірақ білмеймін, ответсіз қалды негізінде. Мен оны өзімде түсінбедім. Просто предложение болды өзім жағымнан. Өйткені үйленейін деп жатырмын деп бір ауыз айттым. Сен айттың? Иә, қайткенде мен ол жерде болдым. Сөйтіп бір ауыз сөз айттым. Сонымен ол кісілер енді иә деп айтқан сияқты болды, немесе жоқ деп айтқан сияқты. Содан кейін олар тұрды да ответсіз қалдырды. Сонымен сол кезден бері сөйлескен жоқ. Ал негізі егер саған эфирді істе десе сен істейтін едің, е? Әрине оған қарсы емеспін, бірақ бізге басқа жақта істеуге бұйырды. Ол және қасиетті Мекке қаласында. Біз керісінше қуаныштымыз Алла тағаланың үйінде неке қиғанымызға.
қайта өте ерекше болды деп ойлаймын, Өйткені өйткені кез келген адам барып ол жақта неге қиды ондай болмаған негізінде көбісі айтады сіздер бірінші істеп тұрсыздар деп, өзіміз де түсінбей қалдық. Өйткені ол жерде неке қиған кезде пайғамбарымыздың тікелей ұрпақтары неке қиды. Ол өте үлкен құрмет деп ойлаймын. Өзіміз де түсінбей қалдық қалай болғанын. Барлық шынымен де Алланың қалауымен, өйткені Мекке қаласында бәрі Алланың қалауымен болды. Сондай құрметке ие болдық деп ойлаймын. Енді сравнительно енді ар жақта бізде сондай болды. Жақсы. Негізі мен саған дайындаған сұрақтарым барлығын дайындап болған сұрақтарын қойдым. Халықтың көкейінде жүрген сұрақтарды да қойдым деп ойлаймын. Саған көп рахмет уақыт бөлгеніңе, сұхбатқа келгеніңе, бір ауыз сөзді жерге тастамай келіскеніңе көптен көп рахмет айтамын. Алдағы уақытта саған сәттіліктер тілеймін. Алға қойған мақсаттарыңа жете бер. Айелита екеуің көп балалы отбасы болыңдар. Аумин, аумин. Бізде сол айтқан көп балалы отбасы болғымыз келеді деп. Енді сол күнге жеткізсін. Сіздерге де бақыт тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Және алға қойған мақсаттарыңа жетіңдер. Бала шағалы болыңдар, бұйырса. Сендерге де жұмысты болсын. Иә, жұмысты болсын. Егер халыққа айтатын бір-екі ауыз сөзің болса, мына камера сенікі. Иә, мотивация айтасың ба мүмкін? Енді сен как-то бизнесменсің ғой. Иә, мен айтатыным, енді адам болған соң бұл өмірде бір мақсатпен, миссиямен келеміз. Сондықтан егер де сол миссияның мақсат тапсаңдар, соған до конца баруды тілеймін. Өйткені әр адам өзін тапса бұл өмірде, бұл үлкен бақыт деп ойлаймын. Және сол бағытпен жұмыс істеу керек. Мен мысалға өзімді таптым деп ойлаймын. Жаңағы направлениеда и сол бағытта келе жатырмын. Жаңағы алға қойған мақсаттар бар, соны іске асырамын деген сияқты. Сіздерге де соны тілеймін, өздеріңізге алға қойған мақсаттарыңызға жетуіне. Қандай сала болған маңызды емес? Қандай сала болса да бәрібір. Өйткені әркім өзінің маманы болса, онда біз көркейеміз. Мысалға мен туризм болса, туризмді мен көтеретін болсам, онда мына жастарда, мысалға жастарға айтатыным, мысалға туризмді алатын мені. Мен туризмді көтеріп келе жатырмын, Аллаға шүкір. Әркім мысалға айтишник болса, айтишник да, журналист болса, журналист. Әр мықты маман болатын болса, Қазақстанда өзінің ісіне берілген адам болатын болса, онда Қазақстан көркейеді деп ойлаймын. Және бір жаңағы елу мемлекеттің арасына кіреді дейді ғой, сондай мемлекеттің арасына бұйырса кіреді деп ойлаймын, және оған атсалысамыз бұйырса, сіз де, біз де, өйткені біз халықтың алдында жүрміз, өйткені халықтың алдында жүрген соң біз пример болуымыз керекпіз. Дұрыс направление береміз жастарға, өйткені болашақ жастарда. Енді біз определенный уровеньге жеттік дегенде, білмеймін енді, біз әлі де атсалысып жатырмыз. Бір 50-ге келген сияқты айтып жатсың примерно. Болашақ жастар. Мен өзім қазір 33-ге келіп қалдым. Енді бірақ түрің білінбейді бірақ. Енді 33-ге келіп қалдым. Білінбей қыра беремін дейсің. Енді қарап тұрсаң, 20 жастағы балаларды мен айтамын да, қазір мен қазір 20 жасында болғанда мен көп нәрсе істеп жүрмін. Қазір возможность көп. Инстаграм бар. Дамыған, өте қатты дамыған. Біздің заманда ондай болмаған. Бәрі доступта бар, интернетте бар да. Сондықтан открыт доступта просто учитесь да, оқып и алға қойыңдар, мақсат қойыңдар, және ең басты ойлаңда ол еліне, жеріне қызмет ету керек. Мен шетелге негізі бекер жібермеймін, білесің ба неге? Жұмыссыздықпен күресесіз бе? Жоқ. Негізі шетелге көрген кезде, шетелге адам барған кезде сравнительно көреді да, Қазақстан мен басқа мемлекеттерді. Көреді, сол кезде мен шетелге шыққан сайын бір күшті бір нәрсе көріп келемін да, сонымен ішім қынжылады да. Идеялар пайда болады. Қынжылады да, Қазақстан неге бізде олай емес деп. Соны қатты ішім ауырады, сол бойларды кәдімгідей жапқым келеді. То есть өзімнің еліме пайдамды тигізгім келеді. То есть болашақта жаңағы өзімнің ұрпақтарыма да бір жақсы условия істеп кеткім келеді. Мен түсінген бойынша, сен кем дегенде Қазақстандағы жұмыссыздықпен күресіп жатсың. Сәл де болса да, өйткені жұмыссыз адамдар өте көп біздің Қазақстанда. Соларды қойды, Қазақстанда жұмыс таппаса да шетелден жұмыс тауып берейін деп. Ендігі бір бағыт бар, ол жаңағы умра мен қажылық деп отырмыз. Умра мен қажылықты бұйырса біз Алла разылығы үшін істейміз, және ол направлениеде біз көбінесе қайырымдылық қорында жіберетін боламыз. Адамдарды
мұқтаж адамдарды жіберіп отырмыз көбінесе. Өзіңнің ата анаңды қажылыққа жібердің бе осыдан кейін? Осы мен енді ашып жатырмын ғой. Енді жібересің. Бірінші клиенттер ма? Иә, бірінші клиенттер әке-шешелермен. Бірақ өзіміз бірінші барып қойдық. Бірақ Алланың қалауымен Алла шақырса барады дейді. Сондай болып қалды. Енді бұйырса әке-шешемізді жібереміз деп отырмыз. Жақсы. Көрермен, біздің Ағламен болған ашық сұхбатымыз ұнаса, видеоға лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жазсаңыз болады. Келесі кім сұхбатқа келсін жаза кетіңіз, каналға тіркелсеңіз болады. Осы сұхбат өтуіне атсалысқан Алматы қаласы Ойнот бар, өте дәмді тамақтар, Жамбыл 77, осы жерге келсеңіздер болады. Всем пока, шын жүректен келесі кездескенше.